Когда человек включает свой разум, считает, что он самый рациональный человек в мире и поймет религию разумом, вопреки словам Али радиаллаху анху, который сказал, если бы религия постигалась разумом, то разумнее и логичней было бы протирать подошву. Так ведь? Однако я видел, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, протирал сверху, когда делал масх. Пачкается где? Низ или вверх? Низ пачкается. Однако было нам велено в религии протирать вверх. Қазіргі таңда көптеген теріс діни ағым өкілдері, жалған уағызшылар ақылдың рөлін төмендетуге немесе жоққа шығаруға тырысады. Жалпы пайғамбарымыздың хадисі бар. Ақыл жоқтың діні де жоқ дейді. Ақыл жақсы мен жаманды, жалған мен ақиқатты ажыратуға берген Алла тағаланың ең үлкен нығметтерінің бірі. Сол себепті ақылдың, логиканың, сыни ойлаудың орнын жоққа шығаруға болмайды. Керісінше бұл нығметті адам баласы өзіне тиімді пайдалану қажет. Дін деген тек соқыр сенім, эмоция немесе уағыз емес. Бұл бірінші кезекте ғылым екенін естен шығармауымыз қажет. Сөзінің соңын Шәкәрім бабамыздың дін тазасын діннен ізде, дін шатағын сынға сал, анық айна өзіңізде, айда ақылда қаттырақ дейтін өлең жолдарымен тәмамдағым келеді.